Төрт елдің көкпаршылары Қытайда бас қосты. Көрші мемлекеттің Іле Қазақ автономиялық облысы Моңғол Күре ауданында Жібек жолы деген атаумен арнайы жарыс ұйымдастырылды. Оған Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және жергілікті командалар қатысады. Бас аяғы 8 команда 2 топқа бөлінді. Яғни алдымен айналмалы жүйеде өзара мықтыны анықтайды. Одан кейін әр топтың үздіктері бас жүлдені сарапқа салады. Айта кету керек, Қытайдағы көкпардың өз ерекшеліктері бар. Жарыс алдында оның ережесі мен талаптары түсіндіріліп, жеребе тарту рәсімі өтті. Нәтижесінде Нұрдәулет Момынов жетекшілік ететін Қазақстан құрамасы А тобында өнер көрсетеді. Алғашқы қарсыласы Өзбекстан командасы. Бұған қоса жергілікті қазақтардан құралған Текеш және Моңғол Күре командалары да осы топта. Ал Б тобында Қырғызстан, Тасқорған, Хотан және 76 деп аталатын командалар бар. Халықаралық жарыстың өзі 3 күнге созылады. Айта кетейік, бұл бәсеке Қытайдағы тұлпар мерекесі аясында өтіп жатыр. Оны көруге жыл сайын миллиондаған саяхатшы келеді. Мәселен, былтыр оның жалпы саны